Жақында ғана осы Абай елінің тумасы, суретші, жастардың арасында шоу жұлдыздай жаңып, енді міне өнер көгіне қанат басып келе жатқан Шалқар Асқарұлы өзінің бір ерекше туындысын дүниеге әкелгенін көріп, көзайым болып, өзіміз ұсыныс жасап, осы Абай музейінде, Абай шаңырағына келіп, осы кітаптың алғашқы тұсауын кессек, жалпы халыққа таныстырсақ, әрмен қарай осы кітаптың өміршең болуына, бұл кітаптың әрмен қарай жалғасын табуына ақ тілегіміз жолдасақ деген ниетпен хабарласқан болатынбыз. Соның міне сәті бүгінгі күнге түсіп тұр. Әрбір ақынның, суретшінің, әншінің, күйшінің бір өмірге келген туындысы өзінің өмірге келген бір сәбиіндей қастерлі дүние болатыны анық. Сондықтан осы үлкен бір кітап дейін десең, кітап емес сияқты. Кітап емес дейін десең, тұнып тұрған кітап. Әсіресе жастар қауымына, Абай іліміне, шәкәрім іліміне енді аяқ басқан қауымға өте бір өз тілінде, ерекше тілде жеткізуге тырысқан Шалқар Асқарұлының бүгінгі шығармашылығына, ар ілімі кітабының тұсаукесеріне шын жүректен қуанышты екенімізді айта отырып, сіздердің алдарыңызда осы Абай музейінің ұжымы атынан Шалқар Асқарұлына сый сияпатымызды ұсынсақ деп едік. Бұл сый сияпат Абай туралы естеліктер атты кітабымыз. Құрметті ауылдастар, құрметті қонақтар, туыстар, бүгін менің баламның кітабының тұсаукесеріне қош келдіңіздер. Енді Шалқар біздің жанұямыздағы кенжеміз. Жастайынан 4-5 жасынан бастап сурет өнеріне бейім болды. Сонан кейін 6-шы класс бітірісімен Шалқарды Алматыға оқуға апарып салдық. Ол жерде Алматыда Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясының колледжі болды. Сол колледждің мектебі болды. Ол мектеп программасын оқытады, бірақ суретті тереңдетіп оқытады. Сонда бір орынға 5 баладан конкурс болды. Сол конкурстан өтіп, 7-ші класстан бастап сонда оқыды. Ол мектепті үздік аяқтап, онан жаңағы колледжде қызыл дипломға бітіріп, дизайнер мамандығын алып шықты. Содан кейін Алматыдағы Бас сәулет құрылыс академиясы дейді. Соны қызыл дипломға бітіріп, архитектор мамандығын алып шықты. Сонан кейін Астана қаласына жұмысқа кетті. Астанада Қазмедиа деген орталықта жұмыс істеді. Оларда білесіздер, енді ол Қазмедиа ылғи өнер адамдары, қазіргі тілмен айтқанда жұлдыздар істейтін жер. Сол жерде студенттерге дәріс оқыды. Жақсы адамдармен танысты. Сол арада ол адамдар Шалқарды таныды. Ондаған жүздеген портреттері салынды өнер адамдарының. Сонан 19 жылы пандемия басталды. Ол пандемия кезінде Шалқар міне Семейге, жаңағы Абылайдың үйіне, өзінің тете өскен туған інімнің баласы Абылай сол үйге келіп тұрды. Ол кезде бәрі онлайн қашықтан оқыту болды. Бұл кітап сол кезде басталған. Ол бір күндік жұмыс емес. Енді Шалқар балам алғашқы жазушылық жолындағы шыққан кітабың құтты болсын балам. Қаламың ұштала берсін. Кітабың өз оқырмандарын тапсын. Енді айтамыз ғой, сен суретші, дизайнерсің, художниксің, архитекторсың, жазушысың, арасында әнші болып кетеді өлең айтып. Енді ол жігітке жеті өнерді аз дейді. Талабыңа нұр жаусын. Қазір енді мына үздіксіз ізденіс үстінде жүретін заман қазір, біздің заман емес. Тоқтамау керек. Заманның талабы солай. Талабыңа нұр жаусын. Еңбегің жемісті болсын. Алдағы ойлаған ой армандарың бәрі өз сәттілігімен орындасын. Енді біздің Шалқар екеміздің жалпы қалыптасуымызға, осы білім алуымызға,
осы үнемі бізге бағыт бағдар беріп отыратын ағамыз бар. Қазір Астана қаласында Қаныш Сәтпаев атындағы 61-ші мектеп лицейінің директоры, жақында ғана бір Алтынсарин медалінің иегері атанды. 2019 жылы Қазақстан Республикасының үздік педагогы болған, болашақ бағдарламасының стипендиаты, енді Абай бағдарламасының оқулығының авторы Ернұр Аханұлы ағамыз келіп отыр. Енді сол кісіні шақырсақ ортамызға. Көкөйін тізбелеп шықтың ғой Абылай. Ал енді құрметті кітап сүйер оқырман қауым, Шалқар бауырымыздың ар өлімі кітабын оқып шықтық. Алғашқы оқырмандарымыз. Және әкесі айтып жатыр ғой, енді бұл бір күннің жемісі емес, ұзақ уақыттың осында досым ағамыз отыр, абайтанушы, философ. Асан Омаров деген абайтанушы ағалары бар. Осы ағаларымен бірге YouTube каналын жүргізіп, бірнеше сұхбаттары шығып, Абайға қатысты біраз жиған тергендерін көрсетіп, сөйтіп барып бұл туынды дүниеге келді. Жалпы Абайдың толық адам ілімі, концепциясы өте өзекті. Әр уақытта да мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Абайдың 175 жылдығында Егемен Қазақстан газетіне үлкен көлемді мақала берді. Сол мақаласында ол кісіде осы Абайдың толық адам концепциясын мектеп бағдарламаларына тереңдеп енгізу, мына бала тәрбие мәселесіне көңіл бөлу керектігі баса назар аударған болатын. Абайды тану бұл адамның өзін-өзі тану. Адамның өзін-өзі тану бұл былайша айтқан кезде адамның өзін-өзі реттей алуы, метатанымдық қабілетін арттыруы, яғни интеллектуалдық ұлт қалыптастыру деген осыдан келіп шығады. Енді Шалқардың кітабы бұл Абайдың осы толық адам білімін, Шәкәрім атамыздың ар білімін жастарға, жас оқырмандарға түсіндіріп, талдап берген туындысы. Бұл жерде өзі бір қарапайым тілмен түсіндірген негізгі ойларды алады. Мысалға, ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек, сонда толық боласың, елден ерек. Осыны жан-жақты талдатып көрсете біледі. Немесе біз ана Конфуций деп мынандай қылып айтамыз ғой. Бірақ сол Конфуцийдің өзі жан іліміне тереңдеп бара алмаған, ал Абай жан іліміне барған. 7-ші қара сөзі мен 43-ші қара сөзін қарап отыратын болсақ, әсіресе жан ілімі, жан қажеттіліктеріне терең тоқталады. Ал Шалқардың осы кітабында, ар ілімінде, ол өзінің өмірін келтіре отырып, оны кейбір адамдар түсінбеуі де мүмкін, өзінің өмірін жазып кетті деп ойлауы мүмкін кейбір жерлерінде. Сол жаңағы жан ілім мен жан мен тән ілімдерінің қаншалықты қажеттілігі, осының барлығын жан-жақты ашып көрсете білген туынды. Енді бұл кітаптары қарай жалғастыра беру керек деп ойлаймыз. Бұл кітаптың тағы бір ерекшелігі иллюстрация арқылы жазылған. Мысалы, көп туындылар тек қана көсем сөзбен, көркем тілмен жазылатын болса, Шалқарда бұның барлығын сурет арқылы берген, енді өз суретші ғой. Сонда жаңағы барлығын суретпен қоса беріп, ана адамның танымдық қабілеттерін арттыруға, оқырманның қызығушылығын оятуға бір үлкен бір септігін тигізетін кітап деп білеміз. Болашақта мектепте абайтану жүріп жатыр ғой. Соған да бір қосымша пайдаланатын кітап ретінде енгізуге ұсыныс жасалыну керек деп ойлаймын. Жалпы мына тұсаукесерде осындай сөздер айтылу керек. Бұл ары қарай енді құзырлы орындарға қарай өзінің орнын тауып жеткізіліп жату керек деп есептейміз. Шалқар бауырымызға 30-да орда бұздың, жарайсың, үлкен туынды оқып жатып өзім риза болдым. Сонда ойладым, біз жанында жүрміз, осы көп нәрсені біле бермейміз, мынаны Шалқар жазып отыр ма деп қарап, қайта-қайта оқып, кейбір жерлерін астын сызып түсінбей, қайтадан қарап оқып, сөйтіп жатқан жағдайымыз бар. Сондықтан қалам ұштала берсін, өнерің өрлей берсін. Мынау енді тек қана жақсылыққа, осындай бір кітаптардың тұсаукесерлеріне жинала берейік дегім келеді. Рахмет сіздерге.
кітап жаңа ар білімі деді ғой, осының мазмұнын, мағынасын және де қазіргі кездегі өзектілігін жастарға, үлкен адамдарға жан мен тән арқылы келтірген. Соны Шалқар өзі түсіндірсе. Армысыздар, ардақты ағайындар, жерлестер, туысқандар. Біріншіден, менің осы тырнақ алып туындымды бүгін алтын уақыттарыңызды бөліп осы жерге келіп отырған баршаларыңызға рахметімді айтамын. Мен барлықтарыңызды құрметтеймін, барлықтарыңызды сыйлаймын. Енді ар-білімі атты кітапты айтпастан бұрын, мен осы 2 күн бұрын пойызда жатып өзім ойландым, осы ертең презентацияға барғанда не сөйлеймін, не айтамын халықтың алдында деп ойланып жатсам, енді бұл кітаптың негізгі Абай Шәкәрім ілімдерінің желісімен болғандықтан, енді Абай мен Шәкәрім жайлы айтылатын белгілі болды да, одан әрірек ойлап, мен бұл жолға қалай келдім, бұл не үшін жаздым, бұл кітапты қалай жаздым деп ойлансам, ауылда кішкентай кезімде жоғарғы үйде атамның үйінде атам Абай жолы кітабы, Мұхтар Әуезовтің Абай жолы кітабын оқып жататын. Ол кезде енді мен кішкентай бала болсам да, Абайды танымасам да, оны білмесек те, ол маған бейсаналы түрде әсер еткен сөзсіз. Бұл бір. Екіншіден, біздің әулетімізде Абай өзі айтады ғой, бір ғылымды үйренерге әуелі махаббат керек деп. Сол сияқты маған Абай өлеңдеріне махаббат сыйлаған бұл біздің жаңа сөйлеген Ернұр ағамыз болды. Бұл кісі енді бізге, Абылай екеумізге де кішкентайымыздан Абайдың әңгімелерін айтып, Абайдың жаңа басынан өткен оқиғаларын айтып, бізді Абайдың ілімдеріне, Абай мен Шәкәрімнің өміріне қызығушылығымызды біздің оята білген кісі осы. Енді үшіншіден, мен жаңа әкем айтты, карантин кезінде тағы да Абайдың сөзі, ғылымда сөйлесерлік адам керек дейді. Енді ғылымда егер сөйлесетін, бөлісетін адам болмаса, ол өзі бір күйдіреді, күйік дейді ғой Абай. Сол сияқты маған үшінші көп осы жолға келуіме себепкер болған адам қасымда тұрған Абылай ағам, кластасым, бірге өстік екеуміз. Енді мен бұл кітапты не үшін жаздым дегенге келетін болсам, карантиннен кейін 22 жылы елімізде Қаралы қаңтар оқиғасы орын алды, оған бәріміз куә болдық, білесіздер. Сол кезде әлеуметтік желілерге кіріп қарасам, көп адамдар билікті жамандайды, жаңа үйде жатып алып, диванда жатып алып, ананы жамандайды, мынаны жамандайды. Негізінде біздің елдің ертеңі әр адамның өзінің қолында. Ол тек бір адамның ғана, немесе билікте отырған бір адам, 2 адам, 10 адамның қолында емес, ол әр адамның өзінің қолында. Міне мен соны түсіндіргім келіп, өзімнің тән емес жан екенін ұққан кезім, Абай мен Шәкәрімге келген кезім бәрі тұспа-тұс келе қалды. Енді Шәкәрімнің жаңа қайтсем пайдам деген, қоғамға қалай пайда тигізсем деген сұрағым маза бермеген де, осы бойымдағы кішігірім Құдайдың берген өнерімен бір жанның болсын, жүрек көзінің ашылуына тамшыдай болсын, бір үлесім қосылса екен деп осындай кітап жазып іске кірістім. Бұл кез келген жастағы оқырмандарға арналады. Ар деген ол қазаққа ғана емес, ол барша адамзат баласына тиесілі сезім. Сондықтан қазаққа қатысты Абай Шәкәрім өлеңдерін алып тастап, тек адамзат баласына ғана қатысты сөздерін қалдырып жаздым. Бұл енді тырнақ алып туындым. Бұйырса, бұл бастамасы деп өзім ойлаймын. Мысалы, бір дөң болса, бізді шыңға шығарып, ана шыңнан әлем басқаша көрінеді, жоғарыдан қарайсың. Сол сияқты Абай өлеңдеріне, Шәкәрім өлеңдеріне деген біздің көзқарасымыз басқаша, бізді бірден былай биік шыңға шығарған адамдар Асан Омаров, және осы жерде отыр досым Омаров ағамыз, біздің ұстаздарымыз. Сол кісілерді және музей директоры Ұлан ағамызды кітаптың тұсауын кесуге, лентасын кесуге осы жерге шақырсын. Мен үшін, шын айтқанда, мен ғана емес, бүкіл Абай ілімі үшін өте маңызды нәрсе. Өзі адамның өмірін 3 нәрсе жасайды. Ол бірінші ата тегі, Шалқардың ата тегі бұл жағына келіп тұр. Өзі Абай жерінен, Абай елінен, Абай тобынан шыққан адам. Екіншісі ол жан қасиеті. Туғанның жан қасиеті әр түрі болады. Шалқардың жан қасиеті бұл жағынан көрініп тұр, жақсы. Ол Абайды бірден түсініп, Шәкәрімнің бірден керілудің өзі осыны көрсетеді. Оның жаны Абай мен Шәкәрімнің рухани мұрасын қабылдай алады. Енді тәрбие деген ең бірінші білімге жатады, білім алу керек. Енді оған сол рухани білімді әрғай толықтыру керек. Егер солай болатын болса, Шалқар мен Абылай екеуі Абай ілімінің үлкен
жұлдыздардың айналуы мүмкін деген сенім бар менде. Қазір Шалқардың мына кітабы ол бүкіл Абай мұхиттың кішкентай бір көзін ғана ашты. Ал Абай ілімі үлкен мұхит. Ал сол үшін менде Шалқарға бір жағынан үлкен сенім артам, бір жағынан үлкен рахмет айтамын. Құрметті ағайындар, мынау өнер адамы, суретші адам Шәкәрім мен Абайдың еңбектерін ары қарай осы суретпен жалғастырудың өзі бұл жаңалық деуге де болады, және үлкен еңбек деуге болады. Мен мына Шалқардың жаңа өз сөзінде айтып кетті ғой. Бала күнімде атам Абайдың кітабын оқып жатушы еді деп. Сол атасының бөлесімін, екеуміздің шешеміз ағайындадым. Енді ары қарай елді етқа қандырма. Сенің туған жерің ерекшелігі бар. Оны жеткізіп айтатын адам болса жеткізіп айтар еді. Ең бірінші ақтан бердінің сүйегі жатқан жер. 300 жылдан артық уақыт бұрын. Одан бері қарай келе берсең, кешегі тәуелсіздік алғанда Назарбаевқа бата берген Шәкердің сүйегінің жатқан жері. Тіпті сүйектерін қойш, ауасы мен суы қандай. Ал енді әлгі ақын жазушы, Абай танушы Кәмен Оразалин, Сұлтан Оразалин, мына Рысқақ Мусин айта берсек, шуып жатқан ғалымдардың шыққан жері. Сондықтан Шалқар тек қана денсаулық берсін. Ісіңді ары қарай жалғастыра бер. Бізді қуанта бер, қуанта бер, қуанта бер. Сәттілік саған. Рахмет. Орта толсын қадірлі қауым. Кішкентай ғана Шалқарым терезенің алдындағы екінші партада ғой демей ұмытпасам, екінші партада отыратын. Есілдерді сол жазылған жазуды да болсын, айтылған әңгімені болсын, өтілген тақырыпты болсын, барлығын міндетті түрде соны ойлап, кішкентай ғана соқыла қалқиып, соны тыңдап отыратын. Ешқандай енді артық ауыз мінері жоқ болды, бала болса да. Одан кейін Шалқардың бір ерекше қабілеті сол кезде байқалды, суретті жақсы салады. Қандай әдебиеттен қандай шығарма өтсе де, ол соған сурет салып алып келетін. Соның ішінде бұлардың есінде бар шығар, менің айтатыным қандай сабақта да тек ұлдардың құлағында болсын, қыздардың құлағында болсын. Қазақта мынадай мақал бар: ата атандырып, сүйек сындырма деген. Осы мәтел естеріңде жүрсін. Қазір соның мағынасын білмесеңдер де, кейін соны өздерің зерделейсіңдер. Одан кейін сендердің үлкен қасиеттерің, мынау сендердің туған жерлерің, сол туған жердің туын жоғары ұстап, соның тұқырына биігіне жақсы шыға білсеңдер, үлкен білім алсаңдар, қандай да жағдайда болмасын, өздерінің ата-анаңның берген ұшқан ұяңның, отбасының тәрбиесімен қоса ұстаздарыңның барлығының бойында бір қасиет бар. Сол қасиеттер сендердің бойларыңда болса, айтылған сөз, берген білім сендердің саналарыңа жетсе, жүректеріңе жетсе, мына ұлы даланың, ұлы адамдарының қасиетін біліп өссеңдер, өздеріңнің қайдан шыққандарыңды білсеңдер, сендер өмірден өз орындарың табасыңдар, ештеңеден кенде қалмайсыңдар дейтінбіз. Тәуба, міне бүгінгі күнде алғашқы тұсаукесер шығармасын алдарыңызға ұсынып отыр Шалқарым. Мына шыққан тегіңнің, әулетіңнің намысын жоғары ұстап жүрсең, одан артқан азаматқа үлкен міндет бар ма? Сол міндетті жақсы атқарып жатырсың жаным. Жолың болсын қашанда, қадамың сәтті болсын балам. Мына тұсаукесерің құтты болсын, шығармашылық жетістіктерің көп болсын. Көп рахмет сіздерге, құтты болсын бәріңізге де. Армысыздар, құрметті ағайындар, туған туыс. Мен Шалқардың туған нағашысымын, енді Кәмшаттың ағасымын. Сондықтан жаңа айтып тұр ғой, әкесі жақсы таныстырып жатыр. Шалқардың мынау енді үлкен шығармашылық жолға түскен екен, өте ауыр жол. Соны таңдаған сенің ертегің, мақтылығың. Жаңа енді Асекең сөзінде айтып жатыр, айналым деп енді. Мен сол Асекеңнің мысалы үшін жаңа айтып тұр ғой, сахнаға шығып билеген, я сурет салып жатқан көрген жоқ болатынмын. Енді ол жағынан келгенде біз енді көшілгенбіз Асекеңе қарағанда. Қалжың деп түсіңіздер, жалпы ол Абайдың өзі ұлжаннан тәрбие алған, шешесін. Сондықтан енді бізді ұмытпаңыздар, Шалқар айналайын, еңбегін жала берсін. Біз қуаныштымыз. Құрметті халайық, бүгін енді
абай ел үшін, оның ішінде құндызды ел үшін ерекше қуаныш. Әрине бұл келешек ұрпаққа үлкен тәрбие. Осыны ары қарата зерттеп білу үшін, абайдың, шәкәрімнің ілімін зерттеу үшін осындай көмек ретінде құралды. Осылай түсінуіміз керек. Үлкен рахмет. Ұлым, енді мынау еңбегің жана берсін. Енді өзіңнің атаң бағана айтып отырдың ғой. Атаң да ерекше адам болған, өте тәртіппен жүретін, әрбір әріпті дұрыс уақытында қай жерде пайдаланатын жақсы білетін. Сол атадан тараған тәрбие, соны көрсетіп жатырсың. Біз ризамыз. Ел болып қуанып жатыр. Жалғыз осы туған туыс ата-ана емес, бүкіл ел қуанып жатыр. Өзің жүріп өткен жолды кейінгі інілеріңе, қарындастарыңа берсін. Алла сәттілік берсін. Армысыздар, жиналған қауым, құрметті Абай музейінің ұжымы, келіп отырған Шалқардың туған туыстары, ауыл аймағы. Мен осы арада бүгінгі Шалқардың Асқарұлының тұсаукесер тойына келіп отырған себебім әрі туысым болса да, әрі бұл кітап менің жүрегіме жақын. Себебі мен Кәмен Оразалиннің қызымын. Енді айтатын болсақ, бүгінгі мына суретші деп отырмыз ғой, абайтану деп отырмыз ғой. Абайтануға Қаймұхамедхан профессор дейміз ғой. Қаймұхамедхан өмірін арнаған. Менің әкем де абайтанушы. Абайдан соң деген кітабы 35 жыл өмірін сарп етті. 4 томдық тетралогиясын. Көріңіздер. Енді бұл суретші дегеннің өзі, жазушының өзі, әдебиеттің суретшісі. Жазушы әдебиеттің суретшісі. Ол көркемдей отырып, сөзбен, шеберлікпен суреттеп отырып жазады. Сондықтан суретші дегеннің өзі, жазушының өзін жай ғана жазып қана қоймайды. Ол суреттеу арқылы жазады. Айналайын, бүгінгі мынау ар ілімі деген кітабың қайырлы құтты болсын. Қаламың ұштала берсін, мұқалмасын. Әлі ерте өзіңе. Жаңа ғана бастадың. Мен жаңа айтып отырмын ғой. Тек қана әкемнің өзі Абайдан соң деген 4 томдық тетралогиясына 35 жыл өмірін арнады. Абай жолы романын әуезов. Ол кісі Алматыда отырды ғой. Ал менің әкем ауылда отырып, сонда ауылда жаңағы әкеме осындай адам бар ма екен? Осындай адамды біліштек. Сонда ол жалғыз өзі ғана емес, көпшіліктің сұрау арқылы, білу арқылы әуезов солай жазған. Оған менің әкеме Абай жолы романында менің әкемнің де үлесі бар. Сондықтан айтатын, алар асуың биік болсын. Алдыңда талай адамдар романдар жазған, талай адамдар суретші болған. Сондықтан бұл сенің, мен енді мақтана да айтуға болады. Өйткені ұлылар туған мекен. Абай жерінің өзі, ұлы Абайды, ұлы Шәкәрімді әкелген, ұлы Мұхтарды әкелген жер. Сол Құндыз ауылы, сол Құндыз ауылдан өздеріңіздің жерлестеріңіз, Шәкер әбен, менің әкем, Сұлтан Оразалы, осының бәрі қаншама ақындар бар деп жатыр ғой. Сол ақындардың бәрі сол жерден шыққан. Мүмкін емес, Шалқарға кішкене болса да сол жердің нәрі, кішкене болса да сол кісілердің кішкене ұшқыны дарымауы мүмкін емес. Сондықтан бұл киелі жерден келіп отырсың, айналайын, жолың ашық болсын. Әлі ерте жаза бер, суретіңді сала бер, аман болайын, жақсылықта кездесін. Армысыздар, құрметті ауыл тұрғындары, ұстаздарымыз. Енді шыны керек шалқар болып қалыптасуына енді бірден бір әсер еткен ол шалқардың ата-анасы тәрбие берген. Сол кісілерді құттықтаймын шын жүректен. Енді мынау Абай Шәкәрім деген ол енді ол барша қазақтың жаңағы санасында, сана биігінде тұратын дүние. Енді сол кісілердің өлеңдерін сусындап оқып өстік, әлі оқимыз. Мынау енді жаңағы Елнұр ағамыз айтты ғой, бұл кітаптың бір ерекшелік мәтін мен иллюстрацияның яғни ұштасқан. Қазіргі заманауи мектептің оқушыларына бір үлкен оқулық, бағыт бағдар болады деп сенемін. Құтты болсын. Ассалаумағалейкум, ұлылар елінің ұрпақтары, жақсыларым, бүгінгі жиналып отырған біздің бүгінгі қасиетті қара шаңырақ Абай атамыздың музейінде тұсауыңды кесіп жатқан мынау балам менің Шалқарым, біз өзіңмен мақтанып жүреміз. Әнеу күн алғаш шыққан бетте де біз Абай елінде осы кітабыңды талқыға салып, сол Абай елінің ұрпақтары, ұлылар елінің ұрпақтары
қарауыл жаңалықтары, абай жаңалықтары деген топта осы өзіңнің кітабыңның шығуына қаншама сол жердегі бүгін қатыса алмай отырған адамдар өзінің жылы лебіздерін сонда білдіріп ой пікірлерін айтты. Асқар екеуміз бала күнімізден бірге өскенбіз. Шәкәрімді өздерің айтып жатсыңдар. Күнде таңертең сабаққа барамыз, Асқар екеуміз бірге шығамыз, бірге қайтамыз ғой. Сонда бұл үйде кітап жиналып тұрады. Міне менің әлі көз алдымда сол кезде Шәкәрімнің суреті шыққан жоқ, бірақ сол үйде Шәкәрімнің суреті мен сырты қоңыр былғары кітап болған. Әлі де бар шығар сол үйде. Ол кезде Шәкәрім суретін іздеп жатқан. Міне, міне, көрдіңіз бе? Бұл сонда бұл үйде қайдан шықтың дегенде, сенің атаңның өзі сол кезде бұлай көрінбесе де, оның жүрегінде Абайға, Шәкерімге, елге деген сондай ол кісінің бойында тұрды. Сол қасиет қанменен сендерге берілді. Жолың бұл әрқашан биіктерден көріне бер. Ассалаумағалейкум, армысыздар, құрметті қонақтар, туысқандар, барша жиналған қауым. Бұл жерде менің жүрегімнің жібіп қуанып отырған бір себебі, осындай бір ағаларымыздың алда жол бастар, арқа сүйер еңбектері шығып жатқанына қуанып жатырмыз. Сіздерден біз үлгі аламыз. Сіздерден осылай өнеге алып, келешек ұрпақтар, інілеріңіз алда талай үміттеріңіз ақтаймыз деген сенімдеміз. Осыған бір қатты қуанып отырмын. Бұл жай ғана беттер жинағы емес, автордың еңбектерінің, шабыттарының және терең ойларының жемісі. Менің ойымша бұл кітаптың әр беті сан түрлі ойлар мен идеяларды жеткізетін ерекше стиль мен шеберлікке толы. Бұл жұмыс оқырмандардың жүрегінен ерекше орын алып, одан көптеген құнды және пайдалы ақпарат алатынымызға сенімдімін. Құтты болсын. Рахмет. Ал енді бағадан бері құттықтап жатқан, алғыс айтып жатқан барлықтарыңызға, аппақ жүректен шығып жатқан аппақ ниеттеріңізге шын жүректен алғысымды айтамын. Бақыт деген не деген сұрақ қояды бүкіл оқырман қауымына өзінің болашақтағы. Сол бақыт деген не деген сұрақты қояды да, бақытты әркім әртүрлі нәрседен іздейді. Мысалы, біреу дүниеден іздеуі мүмкін, біреу баладан көруі мүмкін, біреуі байлықтан көруі мүмкін, біреу атақтан, біреу мансаптан деген сияқты. Әркімнің бақыты әртүрлі. Әркімнің өйткені әр адамның шындығы әртүрлі. Соны Шәкәрім өзі өмірбаянын айтып, кішкентай кезімде мен 3 жасымда, 4 жасымда енді ойын ойнай бастаған кезде мен ағаларымның ойыны, біздің ана жерді қазып құдық деп ойнап жүрген ойынымыздан да қызықты, олардың асық ойнағаны, ақсүйек ойнаған маған қызық болып көрінетін да, ішімнен ойлайтын еді, нағыз шын бақытты адамдар осылар екен ғой, мыналардың ойыны біздікінен де қызықты екен ғой деп. Сөйтіп бақыт деген бір сағымды қуалауға алғашқы қадамды бастым деп Шәкәрім айтады. Өсе келе домбыра ойнаған жастарды көрдім. Сөйтіп нағыз бақыт осы екен ғой деп мен де домбыраға қызықтым, домбыраны үйрендім. Одан кейін сал серілерді көрдім, әншілерді көрдім, күйшілерді көрдім. Сосын болыстыққа келдім, жаңағы мансапты көрдім. Мансап, мынау бақыт екен ғой деп, мен қайтсем де осы бақытқа жетем деп алдымдағыларды қуалап жүріп, сол бақытқа өзімнің бақыт деп іздеген бақытыма жеткенмен, қай бақытты мен бақыт деп санап оған жетсем де, ол бәрібір шын бақыт болып мен үшін табылмайтын дейді. Өйткені ол бақыт деп жүрегім оларды қабылдай алған жоқ дейді. Соны қарасам, төбесінде шын бақыт айнасы деп жазылып тұр дейді. Содан ана жерде көңілім болсам, Шәкәрім айтады, Құдай тілесе тілеуін береді екен ғой деп қатты қуанғанымнан жаңағы жабылып тұрған шүберекті ашып қалсам дейді, айнада бір белі бүксиген, сақалы салпиған бір шал маған бүкірейіп қарап тұр дейді айнада дейді. Бірақ төбесінде шын бақыт айнасы деп жазылып тұр дейді. Сосын ана шалға қарап, бұл кім деп сұрасам, әлгі шал мені мазақ қылғандай, оның да иегі қозғалып сөйлеп жатқан сияқты болып қарайды дейді. Сосын анықтап айнаға жақындап қарасам, мен өмір бақи бақыт деп бақытты қуалап жүрген кезде, менің өмірім өтіп кеткен айнада тұрған өзімнің бейнемді көрдім де, сол жерде отырып жылай кеттім дейді Шәкәрім айтады. Сөйтіп ұйықтап кетіп оянсам, бір ақсақалды, бір аппақ киініп алған бір сақалмен тізесінен басымды қойып, маған әңгімесін айта бастады дейді. Шәкәрім, сен шын бақыт айнасын таптың, сен бірақ бұған өзіңнің бейнең емес, өзіңнен де арғысына одан әрірекке қара деп айтты дейді жаңағы шал. Сөйтіп айнаға қайтадан үңіліп, өз бейнемнен де арыға қарасам, өзімнің бүкіл өткен өмірім, және болыстық өмірім, одан кейінгі жігіттік өмірім, балалық өмірім, барлығын көрдім де, сол айнаның ең түбінде дейді Шәкәрім, менің әкем мен анам және өзімнің бейнемді көрмейді өмірге келген. Ол кезде мен бала кезім, мен жүрегім пәк болатын дейді. Мен ешқай адам баласын ала аламайтын, ешкімді жамандамайтын, барлық адам баласын жер бетіндегі өз бауырымдай, ағамдай жақсы көретін кезім дейді. Және ата-анама қарасам, ата-анамның да маған деген
махаббаты да, жүректері де пәк, сондай шақ екен дейді, сол шақ дейді. Сол кезде көріп мен адамның ең бақытты шағы сол ата-ананың балаға деген, баланың барша адамзат баласына деген таза пәк жүрегін бақыт деп қабылдадым дейді шәкәрім айтады. Содан кейін Алашал айтты, мен сен бақытты көрдің, бұл бақыт саған да біткен, бұл бүкіл адамзат баласына бітетін бақыт, бірақ сен оның жолға, өмір жолында атаққа, мансапқа айырбастап сатып кеткенсің, енді иманыңды үйре берсін, өлесің бәрі. Сол кезде шәкәрім қалып қаптым деп аяқтайды. Енді маған Ернұр ағамыз айтатын, сен Шалқар, сен бақытты адамсың деп. Өйткені сен ата-анаң, әке шешең бар деп айтатын. Ата-анамды шақырсын ортаға. Бақытсыз ақ бақытты болып жүргенің, бақытыңда басқасыңда білмеуін, бақытсыз ақ ойнап күлгенің. Былтыр осы кітапты ауылда жазып отырып, жаңағы шәкәрім Шынбақты айнасын оқып отырып, өзім бақытты екенімді сезініп сол жерден сөздің кітаптың соңын шәкәрім Шынбақты айнасымен аяқтадым. Ернұр ағам айтады, сен бақыттысың деп, шынымен бақыттымын, бірақ бұл кісіні айтатын, бұл бақыт мәңгілік емес. Менің әкем арқа сүйер тірегім, менің анам кеудемдегі жүрегім, тірегімнің құламауын тіледім, жүрегімнің жыламауын тіледім. Мен өз анда толықсам да біраз кішкентай кезімде тас жүректік болып қалған ба, көзінен жас шықпайды, бірақ толқимын. Дауысым дірілдеп толқығанмен, бірақ жылай алмаймын, білмеймін. Бірақ енді мен шын бақытымды жоғалтсам да қайтадан тапқан адаммын. Енді осы бақытты сәтімді сіздермен, осы өмір өз сәттерден тұрады ғой, бүгін бармыз ертең жоқпыз деген сияқты. Сондықтан өзімнің шын бақытты сәтімді осы сәтте сіздермен бөліскім келіп тұр. Енді мүмкіндік болса жаңа фотограф жігіттер бізді. Әке, бала күнің сағынсың, маған қара, әке, өмірде саған лайықты. Анам ғана, ана, мен үшін төздің жауынға, боранға да. Ана, әппақ сүтімді ақтаймын, алаңдама. Шәкәрім атамыз, жалпы мен Шәкәрім Абайдан көрі, мен Абайды бұл жерде екінші орынға қойып тұрған жоқпын, бірден айтайын. Абайдан көрі мен Шәкәрім маған өте қатты жақын, өйткені мен Шәкәрімнен өз шындығымды көбірек таптым десең болады. Және Шәкәрімнің өмірге деген көзқарасы, Шәкәрімнің позициясы маған өте қатты ұнайды, жаныма жақын. Бір Шәкәрімнің айтқан өлеңдері менің жанымнан, мен жүрегімнен шығып жатқан сияқты сезіледі өзіме. Енді Шәкәрім өзінің бір өлеңде айтады, күндік өмірің қалса да өнер үйрен, өйткені өнер елде қалады дейді, өнер өшпейтін байлық дейді. Мен өзім бойымдағы өнерімді осы ата-анамның үйреткен кішкентай кезімнен балалық арманыма қанат байлап Алматыда оқытып, осы үйреткен өнерімді мен Құдайдың берген маған өнері деп қана қарамай, мен оны халқым алдындағы өзімнің парызым деп қараймын. Сондықтан мен өнерімді қолымнан келгенше халықпен бөлісуге тырысатын боламын, алдағы уақытта да, қазіргі уақытта да. Алаш астанасының қақ ортасында тұрған Абай музейі болғандықтан, бұл енді халық, Абай өзі біреу ғана бар қазақта. Сол бүкіл қазақтың келіп көретін жер болғандықтан, мен өзімнің өнеріммен, кішігірім өнеріммен осы ұлан ағамызға осы музейге сыйлық ретінде өзімнің салған Абай атамыздың портретімен Абай атамыз және Шәкәрім атамыздың портретін осы музейге сыйласам. Аса құрметті кітапсүйер зиялы қауым, бүгінгі мына Шалқардың тамшыдай ғана, тырнақтай ғана туындысына үлкен жүрекпен келіп, өз тілектеріңізді арнап, қолдап жатқандарыңызға үлкен рахмет. Енді бұл оқулықты мен ұстаз ретінде 2 реттей оқып шықтым.
әрине оқулық десе де болады, суреті көп, сөзі аз. Бір жағынан қарасаң, басында бірінші, екінші тарауын оқып жатқан кезде Шалқардың балашақтан болашаққа аттанған жолы, мақсаты бір-екі жерінде көзіме жасалғаны да рас. Дәл кітаптың дәл ортасында атамыз бен апамыздың суреті орын алғаны тіпті тамаша болды. Себебі біздің атамыз осы Абай жолы романын сөзбе-сөз жатқа айтқан кісі болатын. Мен соған таңғалатынмын. Сол кішкентай кезінде бөлмесінде жиналыс сияқты болып жатады. Мен осылар ұрысып жатыр ма деп ойлайтынмын. Сөйтсем соны жаңағы рөлге беріліп тұрып, жаңағы сол әңгімені осылардың құлағына сіңіріп жатады екен. Енді Шалқар балам осы атаңның аруағы, Абай атаңның, Шәкәрім атаң аруағы қолдап, шығармашылығың дами берсін, кемел ойларың шалықтап, жаңа туындылар келе берсін. Енді өзімнің топшылауымша кейіпкері өзіңсің. Осы кітаптың басты кейіпкері нағыз адам болуы тиіс. Себебі жаңағы қаншама Абайдың қара сөздеріне жан бітіріп суретпен түсіндіргені өте үлкен жұмыс деп те баға беруге болады. Енді осындай жұмыстар жалғасын таба берсін. Келіп тілек айтып, тағы да айтамын, құттықтап жатқандарыңызға көптен көп рахмет. Енді мен өзімнің шағын сыйлықтарымды берсем деймін. Жаңа осы кітаптың тұсаукесерін жасаған мына жерде досым ағамыз отыр, сол кісіге директоры өзіміздің баламыз, кешегі Абай ауданының азулы ақындарының қатарына іліккен мына асыл сөздің зергері ұлан баламызға да аздаған сияпатым бар. Жақсы жолдарда жүре бер. Әдебиет көкжиегіне жетелеген ұстазы анау Аягөз қаласынан келіп отырған Нұркамал мұғалім абылай. Бәрін таныстырып, абылай баламыздар таныстырған жоқпыз. Енді абылай өзінің жеке қасиеттерінің ішінде ерекше бір қабілеті оянып, бұл география пәнінің мұғалімі болатын, өзі спортқа жақын, қазір спорт жаттықтырушысы. Дегенмен де ерекше дарын ешкімде. Сіздердің балаларыңызға да жұғысты болсын. Абайдың кез келген өлеңді 2 рет оқығанда жаттайтын қабілет көзі ашылды. Үлкен талант бұл. Енді Абылай саған да шығармашылық табысың өрлей берсін. Жақсы жетістер жете бер, өз шыңында жүргізе білдің. Өзіміздің шашу шашып жатқан қайныш апамызға ал енді барлығымыз сыртқа шығып Абай атамыздың мүсіннің қасына суретке түсіп, одан кейін кітап алам деушілер болса, осында келіп қолтаңбамен кітаптарыңызды алсаңыздар. Рахмет барлықтарыңызға, келгендеріңізге.